Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мектеп оқушыларына арналған атлас лентадан жасалатын осындай галстуктардың жасалу түрін сіздермен бөлісетін боламын. 4 сантиметрлік атлас лентамыздан 25 сантиметрден 2 дана және 20 сантиметрден 1 данасы қажет болады. Атласымыздың жан жағы сетінеп кетпес үшін осылай зажигалкамен күйдіріп алатын боламыз. Енді 25 сантиметрлік лентамыздың екі басын бір-біріне бүктеп, осылай видеодағыдай тігетін боламыз. Екінші 25 сантиметрлік лентамызды да осы жерге дәл осылай етіп тігеміз. 20 сантиметрлік лентамызды да дәл ортасынан бүктеп, бұны да тігіп алатын боламыз. Енді галстугымыздың әдемі көріну үшін осылай ұшағын қайшымен қиып тастап, зажигалкамен күйдіріп қоямыз. Ортасындағы гүлді жасау үшін басқа түстен атлас лента қажет. Бұл да 4 сантиметр, 8 сантиметрден 6 дана. Бұның да жан жағын зажигалкамен күйдіріп аламыз. Енді осы жері сәл қиындау болуы мүмкін. Видеодағы қарап отырып, жасап көріңіздер. Мен инемен уақытша қыстырып қойып, және одан кейін оны алып тастап, ондай нәрселерді ұнатпаймын. Сондықтан бірден осылай бүктеп алып, тіге бастайтын боламын. Барлығын осы видеода көрсеткендей астыңғы бөлігін қоса отырып тігіп шығыңыздар.
Міне біздің гүліміз дайын. Соңғы жағын жақсылап түйіндеп, енді осыны бантигімізге тігетін боламыз. Бантигіміздің ортасына кез келген әдемі тасты немесе моншақты жапсырып қоюға болады. Ыстық клеймен жабыстырып, біраз уақыт ұстап тұрамыз. Енді галстугымыздың артқы бөлігін дайындайтын боламыз. Мен осындай handmade деп аталатын лентаны таңдадым. Жан-жағын күйдіріп дайындап аламыз. Енді 1 сантиметрлік лентаны өзіміздің қалауымыз бойынша көз өлшеммен өлшеп аламыз. Бұл лентамыздың да екі басын зажигалкамен күйдіріп, дәл ортасынан бүктейтін боламыз. Енді ыстық клеймен жабыстырып, жаңағы дайындап алған handmade деп аталатын лентамызды осы жерді үстіне жабыстыратын боламыз. Міне біздің алғашқы галстугымыз дайын. Біздің екінші галстугымызге 4 сантиметрлік және 2 сантиметрлік екі түрлі лента қажет болады. Мен барлық ленталардың сантиметрін және данасын барлығын экранға көрсетіп кеттім. Бантигімізді 25 сантиметрлік көк түсінен бастайтын боламыз. Барлығын жиегін күйдіріп аламыз. Видеода көрсетілгендей лентамызды тігіп алатын боламыз. Жиырма 3 сантиметрлік ақ лентамызды да дәл осылай бантик қылып тігіп алатын боламыз. Жиырма 5 сантиметрлік бірінші тұрған лентамыздан біреуін алып, осылай бүктеп, ортасына клеймен жабыстыратын боламыз. Қалған екеуін бастарын зажигалкамен күйдіріп, ұштарын бір-бірімен жабыстырып қоямыз. Бұл біздің галстугымыздың астыңғы бөлігі болады. Енді ақ ленталарымызды бір-бірімен жабыстырамыз. Кепкенше жақсылап ұстап тұрамыз. Соңғы қалған көк лентамызды да дәл осылай жабыстыратын боламыз.
Міне біздің бантигіміздің астыңғы бөлігі дайын. Енді тігіп алған бантиктерімізді бір-бірімен ыстық клеймен жабыстырамыз. Енді бантигіміздің үстіңгі бөлігі мен астыңғы бөлігін бір-бірімен жабыстырамыз. Енді екі бантигіміз жақсы ұсталып тұру үшін осындай алтын түстес жылтырақ лентамен жабыстырдым. Бантигіміздің артқы бөлігіне клейімізді жағып отырып, жабыстыратын боламыз. Бантигімізді дәл осындай қалпында қалдыруға да болады, немесе осыны әлдеде әдемірек көріну үшін ортасына осындай тастарды жабыстырып қоюға болады. Мен бұл галстуктың артқы бөлігін түйреуіш арқылы қалай жабыстырамыз, соны көрсететін боламын. Handmade деп аталатын лентамызды пайдаланатын боламын. Видеодағыдай қиып алыңыздар. Міне біздің түйреуішіміз дайын, енді артқы бөлігіне жабыстырамыз. Өте оңай. Міне біздің екінші галстугымыз дайын болды. Видеоның осы жерін скриншот жасап алыңыз. Бұл біздің үшінші бантигімізге қажетті сантиметрлер. 18 сантиметрлік екі лентамыз бұл галстугымыздың ең астыңғы бөлігі. 25 сантиметрлік екі фиолетовый лентамызды екі басын клеймен жабыстырамыз. Бұл да галстугымыздың астыңғы бөлігі. Жиырма бір сантиметрлік екі ақ лентамыз, бұл да галстугымыздың астыңғы бөлігі. Бұны да дәл жаңағы фиолетовый сияқты екі басын бір-бірімен жабыстырамыз. 26 сантиметрлік фиолетовый лентамыз, бұл галстугымыздың үстіңгі бөлігі және ең астыңғы бөлігі болып есептеледі. Бұны дәл ортасынан бүктеп алып, видеода көрсетілгендей осылай жабыстырамыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп жабыстырып шығамыз. Енді бантигіміздің үстіңгі және астыңғы бөліктерін жабыстырып бастаймыз. Галстугымыздың астыңғы бөлігі әдемі көріну үшін алдыңғы бантиктегідей бұл жерде де қиып зажигалкамен күйдіретін боламыз. Галстугымыз әдемі көріну үшін ортасына тасты немесе моншақты жабыстырамыз. Міне біздің галстуктарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай және әдемі. Егер менің видеом ұнап жатса, лайк басып,
менің каналыма қолдау көрсетіп жүріңіздер.